болам. Мамандығым компьютерлік ақпараттық қамтамасыз ету операторы. Бүгін сіздерге мен TikTok туралы үйрететін боламын. Жалпы TikTok дегенімізде және TikTokта не үйренуге болады, пайдасы мен зияндарын айтатын боламын. Кішігірім сіздерге сұрақ, сіздер TikTokта қалай түсінесіздер? Сіздер үшін TikTok не? Мысалы, видео, ойын, тренд, приложениялар сабаққа пайдаланатын, можно так сказать. Так что еще? Өте дұрыс. Шынымен де TikTok деген қазіргі заманда ол бізде бір ақпараттық приложение, ішінде барлығын табуға болады. Видеолар, трендтер, сабақтар, курстар, даже тіл үйренуге болады. Ағылшын тілін, неше түрлі шет тілдерді үйренуге болады. Және де біздің өзімізге керек IT мамандығында үйренуге болады. Бастапқы бүкіл осы TikToktың арқасында. TikTok ол Қытайдан шықты, 2016 жылы шыққан. Бір компанияның аты Dancing деген компания, сол TikTok приложениесін басқаша атпен шығарды. Ол қолданушыларға 15 секундтан 10 минутқа дейінгі бейне роликтер жасауға, музыка, арнайы эффектілер мен фильтрлерді қолдануға, және де комментарий, лайк, репост арқылы өзара байланысуға мүмкіндік береді. Ол қалай дегенде, біз мысалы TikTokқа видео салдық дейік. Ішінде бізде охват жинау керек, енді көрермендер солай жинау керек, қаралым керек. Сол кері байланыс үшін бізге адамдар қарайды. Мысалы, біз Аяска туралы видео салдық, біздің колледжіміз туралы. Ой, сұрайды, мынау қай колледж, мынау жақсы колледжге қалай түсуге болады деп неше түрлі адамдар қызығушылық реклама сияқты салуға болады. Және де TikTokта мүмкіндіктері ұстаз үшін, сіздер үшін, сіздерге пользасы қандай, сіздерге не үшін керек дегенде TikTok қысқа бейне роликтер арқылы күрделі тақырыптарды жеңіл түсіндіруі. Мысалы, күрделі тақырып тек, мысалы, мен мамандығым IT мамандығы ғой. Мысалы, біз бір тақырыпты алайық, утилиталар деген. Утилита деген бұлай кейбіріне қараса, білмейтін адамдар өте түсініксіз, мынау не деп түсінбейді. Біз сол утилита деген тақырыпқа біз TikTokқа бейне ролик саламыз. Өте түсінікті, қысқа вообще. Содан адам өзі түсініп ала алады. Қысқаша әрі нұсқа. Анимация, музыка және визуалды эффекттер пайдаланып, студенттердің қызығушылығын арттыру. Түрлі эффектілер қолданып, біз студенттердің қызығушылығын және не только студент, үлкен адамдар TikTokта жастан, 10 жастан бастап, өте 60-50 жасқа дейін адамдар отырады TikTokта қазіргі заманда. Және де интерактивті тапсырмалар беру, челленджер арқылы сұрақ-жауап. Жаңа буын оқушылармен байланыс орнату, бір-бірімен связь деуге болады. Мысалы, сіздер менімен тіл табысу үшін қазіргі заманда молодежьдар, жастар, балдар қазіргі заман арқылы сөйлеседі, сленгтер қолданатын. Сіздер оны түсінбеулеріңіз мүмкін. Мынау деп тұр дейді. Қазір сіз TikTok приложениесін пайдаланатын болсаңыздар, сіздер общий язык таба аласыздар, бір тілді. Қалай сөйлесу кереккенін, қалай оның әзілдерін түсінесіздер, мысалы, бір-бірлеріңізге взаимодействие болады. Келесі. Шабыт беретін видеолар бар TikTokта. Біз өзімізге шабыт аламыз, және де мотивация аламыз TikToктан біз. Коммуникация түрлері елдің жастары бір-бірімен байланысын тәжірибе алмасалады бір-бірімен. Және TikToктың зияны, TikToктың әлбетте зияны бар, өте де көп деуге де болады. Бірінші, уақыттың көп алуы, шамаратсыз қолдану өмірдің төмендетеді, өнімділікті төмендетеді. Тәуелділік қауіп. Адамның назарын ұзақ уақытқа дейін тартып алады. Шыны керек, қазір сізде TikTok приложениесін қарайтын болсаңыздар, адамды тартып алады. Қазір 1 сағатқа дейін кешке дейін отыруыңыз мүмкін сол приложениеде. Уақыт тез алады. Уақыттың қалай өткенін біз өзіміз сезбей аламыз. Және қауіпсіздік мәселесі, жеке ақпараттың жария болуы ықтимал. Өзіміз туралы жеке ақпарат немесе өзімізден тым көп ақпарат салып жіберуіміз мүмкін, содан тарап кетуі мүмкін сіз жайлы ақпараттар. Және де жас ерекшеліктеріне сай емес контент. Өзіміз балаларға зиянды видеолар кездесуі мүмкін TikToktың ішінен. Өте қарауға тұрмайтын видеолар. Психологиялық әсері, сырласу, өзін төмен бағалау, күйзеліс тудыруы мүмкін. Қазір біз TikTok приложениесін басып көрсететін боламыз. Басынан қалай аккаунт ашу керек, қалай біз охват жинауымыз керек соны бағын. Мына біздің апайдан қаламыз. Мысалы, апайдың таныстары қарайды, поддержка беретін, мен де көп
саламда лайк басып кетемін ғой біздің апай ғой дегендей. Солай адам өзін көрсете алады. Мынада видео салынған. Қаралымы 249. Одан да көп қаралым жинауға болады. Егер астына хэштегтермен қазіргі өте жақсы көрініп жатқан хэштегтерді қолданып, солай салып біз просмотр көбейте аламыз. TikTok'ta страница, жабық страница бола ма? Жабық, страницаны жауып тастауға болады. Басқа адамдар қарай алмайды. Но сіз ішіне видео сала аласыз. Оны ешкім. Самы Instagram'dan қарағанда TikTok бірқалай. Instagram'я айырмашылық бар. Ну, почти кішкене ұқсастығы көп. Instagram'da да продолжение ашылса да. Ақша. Ол да платный не болуы мүмкін. Осы TikTok'та да платный нелері бар. Ана Тіркелулер. ақша зарабатывать етеді ғой, қандай бірдеңе кіреді ғой, стрим деген не, соны түсіндірші. Қалай ақша жинай аласыздар, соны ашып қойып. Сіздерге қаралым, лайк, кері байланыс, комментарийлер болса арқылы. Солай ақшаны шығарып алсаңыздар да болады. Оның өзі әрі қарай. Мына бізде қара точка бар, бізде соны басамыз. Салам. Менікін ашып саласың. Мында бізде шықты фотография, текст, 15 секундтық видео, 60 секундтық видео, және 3 минуттық видео. Аллах. Менікі не? Зависай. Сізде стрим жоқ екен да? Сіздің интерестеріңіз туралы сұрайды бірінші. Развлечение, юмор, дорама, еда, мода и красота. Сізге ұнайтын нәрселер таңдап, сізге сол видеолар лентаңызға сізге шығатын болады. Сол өзіңіздің қызығушылығыңыз арқылы сіз таңдап алыңыз, өзіңізге не қызық соны үстіне баса берсеңіз болады. Сіз осы таңдаған, мысалы, релакс, фитнес и здоровье, мода и красота, юмор дегеніңіз сізге осындай видеолар сізге шығып тұрады лентаңызға. Егер қызық емес, неге жаңағыдай жасқа келмейтін вообще ерсі нәрселер шықса, сіз ана видеодан қызық емес, вообще ондай контенттер сізге шықпайтын болады. Не интересно басымыз. Далені басамыз, және де бізге сразу бізге көрсетеді қалай шығаратын барлығы. Міне, бізге ашылды TikTok. Осындай видеолар шығады. Міне бастапқы. Бірақ апайда бізде аккаунт жоқ. Қалай регистрация жасаймыз? Регистрацияны Facebook арқылы, номер арқылы, приложение Apple немесе Google аккаунтпен регистрация жасауға болады. Сіз қайсысын жасайсыз? Қайсы оңай? Google-да. Facebook-та. Де боласыздар. Бүкіл трендті көріп тұрасыздар сіздерге. Не қызық, молодежьдар, не цвет жасыздар, қазіргі барлығын білсеңіз болады. Туған күніңізді мынаны және туған күніңізді белгілейсіздер. Өзіңіз құттықтайды. Далені басамыз. Так, мына сіздің аты жөніңіз, никнейміңіз осылайша. Приложить. Мінекей, апайдың аккаунты ашылды жаңадан. Burada вообще барлығы 0 болып тұр. Нарада Ника және апайдың өзінің жеке аккаунты. Біз видеоны қалай түсіреміз және стримға қалай кіреміз. Стримді қазір мен Әсел апайға қызық аккаунты. Сіздерге стримді көрсетейін қазір өзімнің аккаунтыммен менде кірілу керек. Міне, мен фотография дегенді бастым, астында публикация, шаблон және стрим деген бар. Стримге біз қалай кіреміз? Стримге кіру үшін бізде не дедің, 1000 аккаунт? 1000 подписчик болу керек сізде. Немесе оған жетпей сізде расширение болуы мүмкін, менікіндей. Начать эфир кіріп кетеміз бе? Прямо регистрировать. Сосын На точканы басасыз. Точканы бас. Астында сізде стрим жоқ, публикация жасасыз. 15 секундтық видео түсіре аласыз, 60 секундтық, 3 минуттық. Кейбір аккаунтта бар, ол кейбірінде жоқ. Неше түрлі мынарада бізде эффектілер бар. Түрлеріңізді өзгертсеңіздер болады. Прикольный түрге өзгертсеңіздер болады. 60 секунд. Эфир бар. Осындай түрлі әзілге арналған юмор осындай видеолар салуға болады. Көбінесе юмор ақпатты көп жинайды бар. Осындай неше түрлі стикерлер арқылы. Және де әдемі стикерлер бар, мысалы. Түрлерің күшті болып кетеді андай.
стримді көрсетейін сіздерге. Иә, эффектімен. Стримге кіреді, бізде мынарада шығады. Начать эфир. Кадрды ауыстыру, артқа немесе передний камера, улучшение, эффекты, настройка, фан-клуб, сервис, взаимно, поделиться деген. Сіздерге стримге кірмес бұрын, сіз поделиться етіп, достарыңызға жіберіп аласыздар. Мен қазір стримге кіріп, Сен кіріп жүрсің ба бұрын? жоқ. Ақша таптың ба? Онда неге стрим аласың? Жоқ, менде өзі берді маған, TikTok-тың өзі берді. Вообще кірген жоқсың, пайдаланған жоқсың. Немесе TikTok-ты ұзақ қолданғаннан, бұл аккаунт менде 3-4 жылдан бері келе жатыр осы аккаунт менде. Содан ұзақ қолданғаннан беруі мүмкін стримді. Вот 3 жылыңызбен қолданып бізді, қолданғаныңызға рахмет деп осылай беруі мүмкін. Және стримді кіресіздермен стримға адам кіреді деп айта алмаймын, бірақ Адам кіреді? Иә, адам кіреді, сіздерге дос шығатынары, бүкіл адам көре алады. Қазақстан, Америка. Егер Америкада осы TikTok болатын болса, шығады менің стримім. Но бірақ оған 100% мен сенімді емеспін шығатынына. Көбінесе қазақтар, орыстар, украинецтер, басқа өзімізге жақын елдер. Ал жаңағыдай бір видео салып соавторство деген бар ма TikTok'та? Қандай? Соавторство береді ғой? Авторлық па? Иә, авторлық. Иә, егер сіз музыкант болсаңыз, немесе өзіңіздің жеке шығаратын, мысалы, сабақ беріңіз дейді. Ол авторский права. Сіз сабақты үйретіп жатсыз. Сіздің сабағыңызды біреу алып, өзінің аккаунтына салса, сізде авторский права деген сақталып тұрса, сіз өзіңіздің құқығыңызды сақтай аласыз. Сотқа берсеңіз болады ол адам. Вот менің рұқсатымсыз осы адам қолданды, маған ақша төлесін, немесе бүкіл салынған видеоны удалить етсін деп. Ол авторский права деген осы. Мысалы, сіз музыкантсыз, музыка салдыңыздар, ешкім қолданғанын қаламайсыздар, мысалы. Просто адам тыңдасын десеңіздер, солай. Біреу қолданып, мен жаздым, сіздің авторский праваңызды өзіне алатын болса, сіз ол адаммен емін-еркін соттаса аласыз. Өте авторский права. Иә, Например, 3 адамбыз да. 3 адамның жаңағы страницасына шығу үшін мен үшеуміз таңдаймын, отметка жасап. TikTok'та тоже сондай бар ма деген. TikTok'та отметка можно, мысалы, мен өзіміздің военный білесіздер, әскери патриоттық клубы бар, соның ішінде видеоны салған болатын. Біз сайысқа қатыстық, жастар несі деген. Соған мен аккаунтым менде закрыты болған. Мен қазір менде 139 подписчигім бар, 142 лайк, және мен 8 адамға взаимно подписанымын. Және бізде Черновик деген бар, оны қазір тоқталып өтетін боламын. Мына видео. Осылай видео салынған, менде хэштег қолдан. Патриот жастар рухы Атырау, TikTok байқауы деген. Осы хэштегтер арқылы менде охват көрінеді. Хэштег салсаң бәріне көрінеді. Иә. Қызық қазіргі жақсы өтіп жатыр хэштегті қолдансаңыз, сіздікі бүкіл ленталарына шығатын болады, қаралым көбейеді. Иә. Қазір менде 548 қаралым. Менде 58 лайк және комментарийлер өте көп осылай. Осындай взаимно отношениемен сіздер өздеріңізді көтеруге дамыта аласыздар. TikTok-тың пайдасы көп негізі. Және бізде Черновик деген бар, Черновик көрсетіп қояйын. Сіз видео түсіресіздер, және оны өздеріңізге давайте қазір көрсетейін. Сіздер түсіріп алайын. Осылай фотоға түсірдім. Вот, фотоға түсірдім. TikTok өзі музыка шарт етсіздер. Нал деген бе? Музыка жақсы, мағынасы да. Өзінің дайын шаблондары бар, соған салады. Мен сіздерге фильтр қолдандым. Енді мынаны добавление музыка. Сіздер добавляйте заголовок деген. Хэштег салсаңыздар болады. Немесе комментария ұжымдастармен, сондай қылып жазсаңыздар болады. Мынада хэштег упомянуть. Адам сізде мысалы Мирапай TikTok бар дейді. Сіз TikTok аккаунтын тіркеуіңіз керек. Осы никнейм жазасыз, сол кезде сізге автоматически шығатын болады бұл кісіге. Және ссылка добавить етуге болады бұған. Эту публикацию можно показать все. Мұнда таңдауға да болады. Бүкіл барлық адамға көрінеді. Не все, друзья, сіз подписан адамдар, бір-бірлеріңізге подписан адамдарға ғана көрсетеді. Және только тек өзіңіз көре аласыз олны. Және де оны қабылдамай-ақ, мынарада Черновик деген бар. Просто Черновикке салып тастайсыздар, болды, мынарада сақталып тұрады. Және де қанша фото, видео бар екенін көрсетеді. Қанша гигабайт, мегабайт жинап тұрып, көтеріп тұрғанын көрсететін болады сіздерге. Так.
Енді бір қызық, түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге TikTok-тың тағы да сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, жауап беремін. Қанша Сол процент қандай эффекттер бар? Ол шишка сол эффекттер бар ғой. Қандай эффекті көп бұнда. Түрлі эффект. Мысал ретінде көрсете аласыз. Мысал ретінде өзіме көрсетейін ба, мында черно-белый эффекті деген бар, осылай. Және де мынада просто прикольный эффекті бар мына. Вот осылай прикольный эффекті қабылдап, салып жіберуге болады әзіл ретінде. Осылай да жалған фотоға сәйкес келетін музыканы өзі таңдап алады да? Иә, өзі таңдап береді. Немесе рандомды таңдап береді. Ал қайсысын салып көрейік. Мен ойлап Мен просто қазір гүлдің фотосын салып отырмын ғой. Иә. Гүлдің өлеңдерін шығарып Иә. Сол фотоңызға байланысты музыкалар шығарып береді сізге. Екеуі бір-біріне ұқсастық болу үшін. Өздеріңіз қазір салып көрсеңіздер болады видео. Және де сіздермен кішкентай серіппелі не болсын, сіздермен TikTok түсірейік бірге. Не түсіреміз? Қазір. Енді бүкіл барлықтарыңызға оңай де. Музыканы қалай таңдайсыз? Музыка міне. Нарада тұрады. Мынаны басыңыз ғой. Одна любовь деген мынаны. Міне. Сразу бассаңыз өзі шығып береді. Несколько фотоны қалай выбирать етеді? Несколько фото неше түрлі таңдау үшін осымен басасыздар, қалаған фотоңызды таңдай бересіз. Мысалы, өзіңіздің балдарыңыздың мына дөңгелектен басасыз. Сол өздерінің балдарыңыздан Мына мысалы мен қыздар неде оқиды ғой? Оқу орталығында істей аламын ба? Мысалы Инстаграмда көрсете аламын ба? Егер TikTok-ы болса, ол оқуға. Несіні? Подписан болса да болады, болмаса да болады. Не кім білсеңіз, тіркеп тастасаңыз болады. Дәлі. Вот нарада көрсетілгеніңізде жазуға болады. Хэштегтар өтсеңіз болады. TikTok деген хэштег неше түрлі. Так, сіздікі приватный аккаунт, статус активности видит. Басқа адамдардың және сіздің статус активіңізді ешкім білмейтін деп сізге мысалы мына бүйтсеңіз, сіздің аккаунтыңыз ашық болады. Сізге керек емес қой да, ашық аккаунт. Әлде ашық аккаунт керек па, бүкіл көретін. Пока приватный болып тұрсын, өзіңіз несе аласыз, аша аласыз алдағы уақытта. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Енді сіздермен бір TikTok түсіріп жіберсек. Енді бүкіл білетін самый күшті. Осылай салсаңыз болады аккаунтыңызға. Просто сіздерге осы тренді таптым самый адекватный видео болады. Осыны сізде түсіресіздер енді алдағы отқандар. Білесіздер ме? Битик? Сегізде. Екінші битик. Сен типа алдағы біріншісінде қолды махат етесің, екіншісінде жүрек көтересің. Жаңағыдай жақын етпесе жақын етпейді. Жаңа күшеткенде ең басын. Тағы көресіздер ма? Жақын етпесе жақын етпесе болып тұрса. Осы ерте емес. Болса, жеке
жеке маған қойсаңыздар болады, көмектесуге дайынмын.